Сәлем достар, бүгін мен анашыммен видео түсіремін. Сәлем балалар, біздің Бексейт пен Інжу каналы сендерге ұнап жатыр ма? Ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Бүгін Інжу екеуміз банан в шоколаде жасап көрмекшіміз. Қалай шығады екен? Бізге қызық болып тұр. Кеше банан алғанбыз, соны балалар жеді, қалған шоколад та бар еді. Как раз сол екеуін қазір жасап көрмекшіміз. Ал сендер банан в шоколаде жасап көрдіңдер ма? Қалай шықты сендерде? Сол туралы комментарийға жазып кетіңдер. Ал кірісейік. Інжу? Бананның сыртын ашып аламыз бірінші. Банандарды турап алдық. Тақтайдың бетіне қойып шығайық. Інжу? Інжу дайындап турап қойды банандарды. Енді шоколадты ала ғой, қызым. Қазақстан шоколады. Аша ғой, аша. Күшті болатын шығар, я, Інжу? Вау, шоколад көрсе көз жайнап кетеді бұның. Шоколадты бөліп, енді ертіп аламыз, я, қызым? Бөліп сала ғой, мына стаканға. Қатты ма? Нашым енді дайын. Мені өзім ертіп беріңіз. Қазір бұны суға құямыз астын. Сөйтіп ертіп аламыз. Шоколадымызды ерітіп жатырмыз. Міне, біздің шоколадымыз әдемі болып еріді. Осы шоколадқа мына банандарды батырып аламыз, я? Ол үшін бізге таяқша керек. Інжу таяқшаларға тығып шық банандарды. Таяқша жіңішке емес пе екен, көтере ме екен? Көтеріп көрші, қызым кән? Вау, күшті екен, я? Солай көтеріп шығайық. Міне, Інжу банандарды бәріне мынандай таяқша тығып шықты. Соны енді шоколадқа батырамыз. Вау, мынандай болады екен. Сондай қағаз дайындап қойдық, соның үстіне қойып шығамыз. Бұны қатырып алуымыз керек қой, я, қызым? Енді Інжу істеп көреді. Ой. Қалды. Міне, біздікі дайын болды. Енді осыны қазір қатыруға морозильникке саламыз. Аша ғой, қызым. Достар, біраз уақыт өтті. Біз қазір ашайын деп тұрмыз, я, көрейін деп тұрмыз. Інжу, ашы. Вау, күшті болып тұр екен қатып. Қатты болып тұр. Қазір аламыз. Міне, достар, балалар. Осындай болды бізде. Әдемі шықты, я, Інжу? Қазір енді дәмін көретін боламыз. Ала ғой, қызым, қайсысын аласың? Дәмін көрейік. Міне, қандай болып шықты.
Демекін ямам. М, Тиданды болып шықты. Дәмәтін болады екен. Балалар, сендер де жасап көріңдер. Қалай шыққанын комментарияға жазып кетіңдер. Достар, келесі кездескенше сау болыңдар. Сау болыңдар.